Апай? 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 Руслан балам, сен сонда мен үшін бір өлең айта алмағаның ба? Апай, мен негізі айтқым келген. Апай. Менің саған жасаған жақсылықтарымды ұмыттың ба? Жоқ, апай. Жоқ, ұмытпадым. Мен саған екі қоймай жіберген кездерімді ұмыттың ба? Мен енді ән айтуға... Мен негізі ән... Апай? Балам, менің сенен көңілім қалды. Алло, бауыр, мен өлең айтам. Кешке өлең айтамын деймін. Все, давай. Так, қалайсыңдар оқушылар? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Ағай, бұл не заттар сізде? Анау түні мен спецоперация туралы боевик кино көргенмін ғой. Сол қазір кинодан көргенім жасайын деп тұрмын. Но енді менде кинодағыдай құралдар жоқ, бірақ үйде не бар, соны алып келдім. Ағай, біз соғысайын деп жатқан жоқпыз ғой. Біз жай ғана мұғалімге көмектесіп, ақша жинап, көмек көрсеткіміз келіп тұр. Да? Жарайды, онда. Мен де сол жаңа қолдауларыңа өзім қалтамнан қаражат қосам. Кет, қоңырау болды. Давай, шығыңдар. Қоңырау болды ғой. Ага, все, давай, выходим. Давай. Так, бүгін таксовать ету керек болды онда. Мына түрмен таксовать еткен қалай болады екен? Рембо таксист деп қойсам екен. Так, оқушылар, қазір сабақтан кейін кетіп қалмаймыз. Барлығымыз актив залға барып, 9-шы Б сыныбымен қол өнер сайысына жарысқа қатысамыз. Енді мен ойлаймын, біздің сыныпта қол өнеріне жақсы оқушылар бар шығар деп. Тілек ағай, ертерек айтпадыңыз ба? Ата хотя бы дайындалушы едік. Міне ойынның фишкасы осы жерде. Дайындық керек емес, барлығы сол жерде импровизация болады. Енді мен ойлаймын, біздің сыныпта енді бар шығар, енді қаншама оқушы бар, қаншама саусақ бар деген дейді. Ағай, мен тұрған кезде уайымдамай қойыңыз. Болды ғой енді. Да, ағай. Мана айтса болды ғой. Не переживайте вообще. Иә, достар, ендеше сабақтан кейін не жасайтынымызды ойластырайық. Міне, сайда өте дұрыс айтады. Как раз сабақтан кейін ақылдасуға болады, не істеуге болады, қалай істеуге болады. Жақсы ма? Давайте идея тоқып қойыңдар маған. Ақылдасамыз. Здравствуйте, уважаемый. Ассалам. Алейкум ассалам. Это вы на сколько времени хотите меня забрать к себе? Ну, часов на 5 походим туда-сюда. А вы что, не пьяный, что ли? Нет, трезвый. А что тогда, зачем водитель? У меня нет с собой документов, и я не хочу нарушать закон. А, вы законопослушный гражданин? Конечно. Красавчик, молодец вы, Олег. Ваня я, Ваня. А, да, Ваня, как раз атымды демей. Поехали тогда. О, достар, менде бір жақсы идея бар. Қыш құмыралар жасасақ бүгін. Жасаймын десейші, біз жасай алмаймыз ғой, өзің жасашыш. Ой, иә, жарайды, өзім істеймін. Тек заттарына көмектессеңдер болғаны. Күшті ғой, мен құмыралардың беттеріне наклейка алып келейін, басқалардан ерекше болсын. Ал мен сендерді видеоға түсірейін. TikTokқа салып, барлық әлем көреді. О, мен как раз сол жағынан көмектесейін. Мен де көмектесейінші. Болды ма? Бәрі шешілген болса, онда кеттік па? Кеттік. Кеттік.
Ваня досым азамат жігіт екен. Как шаруаларын бітіріп бердім, көлігін 2 сағатқа маған бере тұрды. Енді кешке дейін таксовать етіп, оқушылардың жаңа бастамасына үлесімді қосайын. Мен бұл клиенттерге бір сыныптың құпиясын айтып келе жатырмын. Әрине ешкімнің есімін айтқан жоқпын. Бірақ оқиғаның өзі бауырмашылық пен адамгершілікте болған соң ба, адамдардың көңілдері өзгеріп, қандай екендеріне шүкір етіп қалып жатты. Иә, қызықты әңгіме екен, бірақ шынайылыққа никак жатпайды-ау. Иә, ол деген бізде болмаған. Индия ма, Индонезия ма, бір жақта болған әңгіме ғой. Просто жалпы айтып отқан әңгіме болсын деп. Бәсе, осылай қызықты әңгіме айтып жеткізгеніңізге үлкен рахмет. Күшті әңгіме айттыңыз. Иә, сізге де рахмет. Әңгіме айтып бос жолды болғаннан кейін әңгіме болсын деп жатқаным ғой. Сізге жіберіп қойдым. Қазір. Рахмет сізге. Кеш жарық, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі біздің қол өнер сайысын ашық деп жариялаймыз. Ана, үсті басында төрік ведущий біздің мектепте ма? Иә, біз мектепте оқиды ғой ол. Қай сыныптан? Ол біз мектепте рэп оқиды. Рэп оқиды ма? Ал таныстыра кетсек, біздің төрешілеріміз бүгін Әсет Ибраев бірінші қатарда. Ортамызда біздің мектептің завучы, красавицасы Айнагүл Батырғалиқызы. Қошеметтеріңіз. Және де біздің арнайы қонағымыз Құшқұмыра қол өнерін шетелде дәріптеп жүрген Диас Оспан. Қошеметтеріңіз. Ал енді бүгін біздің мектепте 2 сынып қатысады. Ол 9А сыныбынан Дана. Класс жетекшісі Тілек Қабдол. Геометрия пәнінің мұғалімі. Қошеметтеріңіз. Әрі қарай 9Б. Ол сыныптан Айзере қатысушымыз, класс жетекшісі Марс Ибраев. Сіздер туысымызсыздар ғой? Ал енді ортаға 9А сыныбының қатысушысы Дана мен жетекшісі Тілек Қабдолов. Ортаға келіңіздер. Қошеметтеріңіз. 9Б сыныбының қатысушысы Айзере және ағайы Марс Ибраев. Мен 4500-де, 4500 теңгесіне тамақ ішіп, горилла болып алсам, ана кісі 10 мың теңге қоссам жетпей ме балдарға? Нормал сияқты ғой. Аға, не болды? 10 минутта вокзалда болу керек. 10 минутта вокзалда болу үшін сен 20 минут бұрын келу керек. Аға, 5 мың берем. Әнім, қалада қазір штрафтың ең азы 6 мың теңге бересің бе? Толған камера. 20 мың кеттік. Ойбай, брачка, мен сен банадан бері күтіп отырмын, кеттік жүр болсай. Тәке, сендер Айзеремен жарыспақшысыңдар ма? Не болды? Бұл 9Б-дағы менің сынымда. Таза кәм қол өнер шебері ғой. Сен біздің Дананы білесің бе? Біздің Дананың қолы деген шебер ғой. Оған ешкім тең келмейді оған. Бірінші ойын біз алатын сияқты что-то. Спорласасың ба 20 мыңға? Қалайсың да? Айзере жеңсе, сен маған 20 мың теңге бересің. Дана жеңсе ше? Ай, білмеймін, отпайды-ау. Қой, әлі қазға шешеді ғой, біз көреміз. Көрейік. Тәке, далаға шығып, охот жасап, аң атып алып, қуырдақ жеп, демалмадық па таныстық үшін? Жоқ, әке, мен деген. Мен охота шықпаймын ғой. Мен рыбалка менікі. Рыбалка? Как раз балық атып алып жейміз онда. Дайындал. Руся, алсайық.
қалайсыздар Мелис? Жақсы, өзің? Менде де бәрі нормально. Қарын аш па? Жоқ, аш емес. Ачо? Да, просто мен тамақ жақсы ашайын. Папамен бірге тұрамын ғой. Өзім жасаймын бәрін. Молодец. Может, кино, қарайсың ба кино? Бүгін уақытым жоқ. Может, паркке барып келейік. Когда у тебя время есть? Жақсы көрмеймін. Бөленейік қуанышқа. Достарыңды аралай. Бөленейік қуанышқа. Қошеметтеріңіз біздің өнерпаздарымыз туындысы дайын болған сияқты. Ал ортаға Құшқұмыра өнерінің майталманы Диас Оспанды ортаға шақырсақ. Ал төрешілермен шығарған. Құрметті оқушылар, сәлеметсіңдер ме? Бұл сайыста бір команда жеңді, бір команда жеңілді деуге тура келмейді. Екі команда да жақсы жұмыс жасады. Мына технологияның дамыған заманда сіздерге рахмет. Қолөнерді ұмытпай, дәріптеп, дамытып, осындай сайыс ұйымдастырып жатқандарыңызға. Төрешілердің шешіміне келетін болсақ, Айнагүл Батырғалиқызы өз дауысын 9Б сыныбына берді. Әсет Мырза 9А сыныбына берді. Ал мен өз дауысымды 9А сыныбына берем. Дананың қолөнеріне. Дана, молодец, красавица. Бұнда біздің класстың оқушыларындай. Айтпақшы біреу бана үйліміні ұтып қалды ма, бері жақпа маған да, қарамайды, уайымдап тұр, вообще белгісемей тұр даже, үндемейді, вообще, ұялмайды. Тәке, береміз деді ғой, береміз деді ғой. Берсен шын көңілмен берші, недоволен болмайды. Қалай берсем де бәрі өрмес? Мен сен өзің ғой, ойнайық дейді 50 000 теңгеге. Ұтып қалдың ғой, не болды ғой? Тәке. Не болды? Класс пен класс, футбол ойнайсыңдар ма 100 000 теңге? Қой, қатты азартқа кірмей қой енді. 100 000-ға? Жоқ, лучше мына жер жинастырайық кел. Как еді, Тәке, ойнайықшы? Жоқ деймін. Донер жеп жарсасың ба? Жоқ деймін. Жарайсыңдар. Жеңістермен тағы да құттықтаймын. Рахмет ағай, сізге көп-көп. Айтпақшы, мына құмыра маған қатты ұнады. Сендердің құмыраларыңды шетелге көрмеге апарсам ба дейді. Маған сатасыңдар ма? Ағай, сізде сонда ақша көп па не? Иә, көп. Онда ағай, әрине сатамыз сізге. Как раз апайдың ақшасына жинап жатыр ғой, кәпек соған қосамыз, достар. Гонорарын бересіз ба? Әрине, берем. Бар үйге, шай қой. Не істеп жүрсің? 5000 беріп. Жоқ, барда шай қой дейм. Барам дедін сол. Бар. Ребяталар келдіңдер ме? Таңнан кешке дейін адал еңбек етіп, нормально ақша таптым. Ал сендер не істедіңдер ал? Айтпақшы, бізде ақшаны кім жинап жатқан? Ғазиз ағай 27 000 теңге өтіп жазып қойыңдар. Не күлесіңдер? Ағай, керегі 15 миллион ғой, білесіз ба? Лучше осы ақшаға тамақ алып ішейік. Жоқ, енді мен көмектесейін деген ниет қой. Давайте былай істейік, бізде қанша жиналып, сол ақшаны аламыз да, бүгін футболда Реал мен Барса ойнайды. Сол Реал победа деп тік жібереміз, нормально ақша көтеріп аламыз. Ғазиз аға, негізі жақсы идея. Ағай, ставка төгу жаман ғой. Жоқ, енді менікі бір көмектесейін деген ниет қой. Жақсы ниетпен көмектесең, нормально деп естеді мен ставка төгу. Ағай, ставка деген ол дерманы дертіне әкеліп соғады ғой. Ютубта қаншама көрсетілген жағдайларды сонда қарамайсыз ба? Жоқ, енді мен постоянтықпен ма, анда-санда мен зарплата түспей жатқан кезде жұмысқа дейін, шамалы зарплатаға дейін ақша түссін деп деген ғой. Ағай, енді бәрі содан басталады ғой. Біз сіз жамандыққа қимаймыз. Шутка! Мен вообще өмірімде ставка дегенге жақындап көрмегем. Ойнап айтып жатырмын, сендер тексеріп жатырмын, не істер екен деп. Че, дайынсыңдар ма? Кеттік па? Жоқ, тоқтаңыз.
Руся әлі гитарамен ойнайды. Иә, айтамын. Да? Гитараны алып шыққан қандай жақсы болды, е? Бүгін сен көп ақша табайын деп тұрсың. Все, кеттік па, дайынсыңдар ма? Поехали, ребята! Короче, Руся, вот қаншама өлең білесің, солардың бәрін шырқай бер, жарай ма? Вот чем больше өлең, тем больше ақша. Давай, let's go. Вы, главное, поддержите меня, а то без поддержки я играть не буду. Давай. Саида, кстати, коробка қайда Каспиймен? Қазір берем. Қай жерге қояйын? Все, осы жерге қой. Давай. Басайық па? Смело. Дайынсыңдар ма? Аха. 1, 2, 3. Балалардың өздерінің жақсы ниеттерінен туған бүгінгі іс-әрекеттері оларды мақсаттарына жақындатып қана қоймай, оларға ерекше көңіл күй сыйлады. Апай? Апай? Рахмет сендерге, балалар. Апай? Ағаға сіз үшін